сабақтың тақырыбы жаза жүйелері. Бүгінгі сабақта біз негізгі мақсатымыз қылмыстық жаза деген не, оның белгілерін және қылмыстық жазаның түрлерін қарастыру. Қылмыстық жаза дегеніміз біріншіден сот үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Мемлекеттік күштер шарасы ретінде ол қылмыстық заңмен ғана белгіленеді. Қылмыстық жазаның өзінің белгілері бар. Олар қандай белгілер? Біріншіден, жаза қылмыс жасауға кінәлі деп танылған адамға қолданылады. Кінәлі деп танылған адам құқықтары мен бостандықтарын шектейді. Жаза тек қана сот үкімімен мемлекет атынан тағайындалады. Және жаза кінәлі адамға сотталғандық деген атақты белгілейді. Қылмыстық жазаның өзінің түрлері бар. Олар негізгі және қосымша жазалар деп бөлінеді. Енді осының ішінен негізгі жазаларға тоқталайық. Негізгі жазаның бірі айыппұл. Айыппұл деген айлық есептік көрсеткіштің белгілі бір санына сәйкес келетін мөлшерде тағайындалатын ақшалай өндіріп алу. Айыппұл төлеу мерзімі үкім заңды күшіне енген кезден бастап есептеледі және сот үкімі бойынша 3 жылдан аспайды. Келесі жазаның түрі түзеу жұмыстары. Ол да айлық есептік көрсеткіштің белгілі бір санына сәйкес келетін ақша өндіріп алу. Онда сотталған адам жалақысынан 10-нан 50%-ға дейінгісі ай сайын ұсталып қалынады. Түзеу жұмысы негізі жұмыс істейтін адамдарға тағайындалады. Түзеу жұмысын тағайындау кезінде қылмыстың ауырлығы, сотталған адамның мүліктік отбасылық жағдайын ескеріп тағайындайды. Қоғамдық жұмысқа тарту жазасы. Ол белгілі бір біліктілікті талап етпейтін тегін қоғамдық пайдалы жұмыстарды орындау. Қоғамдық жұмысқа тарту кезінде ол бос уақытында күніне 4 сағаттан жұмыс істейді. Негізгі мерзімі қылмыстар үшін 200-ден 1000 сағатқа дейінгі аралықта тағайындалады. Келесі жаза бас бостандық шектеу. Сотталған адамға 6 айдан 7 жылға дейінгі мерзімге пробациялық бақылау белгілеу. Бұл жаза сотталған адамның тұрғылықты жері бойынша өтеледі. Пробациялық бақылау дегенде ол уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асыратын бақылау. Жаңағы сотталған адамның тұрғылықты жерін ауыстырмауы, белгілі бір жерге бармауы, белгілі бір белгіленген жағдайда келіп белгіленіп тұруын міндеттеуді қамтиды. Келесі бас бостандықтан айыру. Сотталған адамды қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде қоғамнан оқшаулап ұстау. Яғни атқару жүйесінде арнайы мекемеде жазасын өтейді. Ол қандай мекемелер? Қауіпсіздігі төмен мекеме, қауіпсіздігі жоғары мекеме, төтенше қауіпсіздікті мекемелер. Яғни қылмыстың санаттарына байланысты ауыр қылмыс, ауырлық орташа, аса ауыр қылмыстарға байланысты бұл мекемелерді арнайы өтеу орындары болып саналады. Келесі жазаның ең ауыр түрі өлім жазасы. Ол ату жазасы деп аталады. Ол террористік қылмыстар үшін, соғыс уақытында жасалған ауыр қылмыстар үшін тағайындалатын жазаның түрі. Өлім жазасы 18-ге толмағандарға, әйелдерге, 63-тен асқан ер адамдарға тағайындалмайды. Өлім жазасы туралы үкім 1 жыл өткеннен кейін орындалады. Сотталған адам өлім жазасына кешірім жасау туралы өтініш хат беруге құқысы бар. Келесі жаза ол қосымша жаза түрлері. Бұл қосымша жазалар негізгі жазаға қосылып тағайындалады. Ол жаңағы бапта қарастырылған жағдайда қосымша жаза ретінде қолданылады. Олар жаңағы мүлікті тәркілеу. Ол мүлікті тәркілеу дегенде сотталған адамның меншігіндегі қылмыстық жолмен табылған мүлікті мемлекет меншігіне алу. Арнаулы әскери атағы болса, құрметті атағы болса, сыныптық шені болса, дипломатиялық дәрежесі болса, мемлекеттік наградалар болса, содан айыру. Белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру және шетелдікті не азаматтық жоқ адамды Қазақстан Республикасы шегінен тысқары жерге шығарып жіберу. Бүгінгі тақырыпта және біз қылмыстық кодекстің 40-шы және 51-ші бап аралығындағы жаза жүйелерін қарастырдық. Яғни осы баптарды қолдана отырып, қылмыстық кодексті пайдаланып, бүгінгі тақырыпты бекіту үшін мынандай 2 ситуациялық тапсырманы орындау қажет. Бұны орындау үшін жаңағы негізгі назар аударатын қандай жаза туралы сөз болып тұр, сол бапты қарап, осы астында белгіленген сұрақтарды жауап беруге тиіссіздер. Назарларыңызға рахмет.